Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай бауырсақ дайындаймыз. Ең алдымен апарасы үшін бізге жылы су, қант, ашытқы қажет. Және де 900 грамм ұннан 100 грамм ұнды алып, осы апараға салатын боламыз. Барлығын араластырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Массамыз осылай көтеріліп, дайын болғаннан кейін үстіне тұзымызды саламыз. Жұмсақ сары май немесе маргарин. Мен маргарин қолдандым. Бірақ сары май салсаңыздар, қамырларыңыз одан сайын жұмсақ болады. Және де үстіне ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты қолға жабысып жатса, артық көп мөлшерде ұн салудың қажеті жоқ. Кішкене бір қасық ұн салып, илеп жіберсеңіздер, осындай керемет қамыр шығады. Енді қамырдың бетін жауып, пакетпен жауып, бетіне құрғақ орамалмен жабамыз да жылы жерге 1,5 сағатқа жібереміз. 1,5 сағаттың ішінде 2 рет қайтарып илейтін боламыз. 2 рет қайтарып илейтін болсаңыздар, қамырыңыз керемет болып шығады. Яғни көтерілген кезде күшті болып көтеріледі. Бірінші қайтарып илеп қойдық. Қолымызды кішкене майлап жіберіп, екінші рет тағы да қайтарып илеп қоямыз. Достар, илеу дегенде қатты мұжғылап илемейміз, тек қана көтеріліп тұрған жерін жан-жағын ішке қарай видеодағыдай басып қойсаңыздар жеткілікті. Енді екінші қайтарып илеп болғаннан соң 15 минуттан кейін тестаңыз тағы да осылай көтеріледі. Сол кезде алып жұмыс жасай бересіздер. Мен қамырды ыңғайлы болу үшін жайғанға осылай 3-ке бөліп алдым. Әрқайсысын өте жіңішке етіп, жұқалап, қазір жаямыз. Сіздер домалақ етіп кессеңіздер болады, немесе 4 бұрышты дегенде. Мен арнайы тесто кесетін ирек кескішті пайдаландым. Сосын достар, қамырды қандай қалыңдықта жаюды да өздеріңіз білесіздер. Мен жұқа болғанын жақсы көремін, сондықтан жұқа етіп жайдым. Сіздер кішкене қалыңырақ қылғыларыңыз келсе, пустой болғанын қаламасаңыздар, яғни бауырсақтың іші бос болып тұрған қаламасаңыздар, кішкене бұдан қалыңырақ етіп жайсаңыздар болады. Міне менде осындай қалыңдықта. Бауырсақтарымызды 20 минутқа бетін жауып, тағы да көтерілу үшін қойып қоямыз. Майымыз қызғаннан соң бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер бауырсақты, өте керемет болып шығады. Менің өзіме, отбасыма да, енеме қатты ұнады. Сондықтан өкінбейсіздер, жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайды. Оған сенімдімін. Баршаңызға ас болсын.
менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз.